Жалпы Ташкентке бара жатырмыз. Бек деген досыммен. Жетісай қаласы деп қойсайық. Жетісай қаласынан. Жалпы қалтамызда қанша? Қалтамызда қанша бар? 40 мың теңге. Иә, 40. Менде 35 мың бар. Міне соны сом қыламыз, мына. Бар дем алып қайтамыз ба біз. Енді көреміз енді. 40 мыңға не істей алатынымыз. Иә. Жалпы бізге такси жататын жер тегін болады. Мен сұрып қой. Жалпы бізде такси жататын жер тегін болады, құдай қаласа қазір граница өтіп алған екен. Шекмайна киініп алған бала. Өзбекілер достарым күтіп алады біздің. Құдай қаласа. Айналып дем алып қайтамыз. Бәйтіп қапсың бұрадан, бәйтіп қапсың ғой. Қаласынан қазір таксиге ілішін өтеміз ғой бізде? Камоштан 2-3 теңгемен такси ұстаймыз, 200-200-ден. Ары қарай 200-400 теңге ма? Содан кейін өтеміз да. Балалар күтіп алған, дем алып адыш. Жалпы 400 теңге жетеді границаға бару үшін бізге. Границаға дейін. Өзбекстан жігіті бұл негізі, Өзбекстан эксперті. Город Бахт. Шадаринская область. Өзбекстан суын ішкен майын ағызы қалды. Тамағын жеген бұрадан. Ой, бля. Нексі алады. Алмайды, мен ішіне кетіп барадыр ба? Алмай ма? Нексі алмады. Түрк мінерде. Такси 15 минут болды ма, 20 минут болды ма күтіп отқа? 15 минут болды. 15 минут болды. Не, приор алады қазір. Алмайды, ол кетіп барадыр ба? Біз граница өтейін деп адырық. Сомды ауыстырып алдық. 6-13 болды, 25 мыңнан ауыстырып алдық. Күтіп отырық, 200 теңгеден жолға қазір. Иә. В общем, 900 теңге ма, минусқа туда обратно. Все жақсы. Жеңге отыр, плов, беки. Жеңге отыр жоқ па сен плов? Жеңге отыр. Олдай қалтада ақша бар. На самом деле, пловты коладан істейді ол жақта? Бар екен өсі. Конечно, қолдан істейді. Жоқ, коладан дейін. Коладан? Иә, пловты коладан. Шын, ютубтан көрдім мен. Реально, коладан істейді. Я давлет. Сен бейсің ба? Мен екен, любимый машинаң, Nexia деген. Бірде бейсі ба? Мен приорам қайда? Менгіле жоқ көрдің ба? Nexia тұрған жерде приора болмайды ғой. Жүгілі тұрған Nexia. Ну, приора жоқ қой зато. Nexia, ой, ана, жүгілі күші деген сөз ғой, значит. Nexia'дан ба? Жоқ, неден, приорадан. Не балдары келді. Барадатылар біле. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум, брат. Автобустар газбен жүреді. КамАЗ бар. Мына КамАЗ бар атағандай өзі. Оларда газой болыпты. Тұрғанда біраз болды біздің машина әлі очередь кескен жоқ. Очередь мына жақта газға. Осындай жалпы. Қандай самса? Жақсы. Бірінші келіп тамақтанып отырған. Ташкентке барамыз Алла қаласа. Мына Темірхан, Тақтахан. Тақтахан. Беки, Бадик. Великолепный бег. И вот Ердәулет. Бахром. Деген жүз ақсамсыз. Ішінде ет. Жалюте брат. Ішінде кәдімгі қойдың ма білмеймін ет екен. Жалпы майлы. Мощный ма, брат? Мен араласып жүрміз. Мынандай алашында қаншан жегенде мынау сорпасы. Қай сорпасы? Міне, әрқайсысын жеп тұр. Мынау майы, нан батырып жейсің. Мынандай нан батырып, мынаған қосып, кәдімгі жейсің майы. Мынау пауыры? Мынау пауыр. Жалпы біз Ташкент орталығына келіп қалдық. Міне телебашня қасымызда. Сонымен қазір бассейнге бара жатыр. Міне өзбек бауырлар бізді күтіп алды. Ал жүр машинасымен қарап толықтай өте не екен, үйімшіл, сонымен қатар не екен, қонақ жайлы екен. Қалай бек? Тема ғой, братан, тема. Міне біз аквапаркқа келіп қалдық. Ташкентте өте күшті, мына жақ секретіндері өте зор болып отыр. Келсеңіздер өкінбейсіздер деп ойлаймын өзімде.
Қалайбек? Тема ғой, тема, братан, тема ғой, тема. Кет, кан. Кім? Беки? Өзбекстанда, в общем, әлемде дейсіңде вот, номер 1 плов. Номер 1 плов дейді, 5 қазан дегенді. Көреміз дәмін тартып. Любой біледі, любой өзбектен сұрасаң біледі. Номер 1 плов осында. Аха. Қазір көрейік. Кішігірім майлы екен. Шымен яқтан қазы бар. Ет көп салған. Не ет? Кәдімгі саған етін аямай. Еті өте жұқа екен. Жаңбыр жауып кетті бізде. Ташкентте. Много күшті болып тұр погода. Амар өзің жара дейсің. Вот біз ICT-ға келдік. Енді көріп жатыр ICT қалай екен. Ташкенттегі. Жалпы қызығырақ сияқты. Сол кәдімгі мегадағыдай ойын сауықтар бар бұл жақта. Осы жерге келдік тебуге. Қазір қадалатын сияқтымыз. Ассалаумағалейкум. Қазақ елі, бұл екінші күн. Біз қазір Гүлістандамыз. Кеше Ташкентте болдық. Убитыймыз көректе, біз қақымның үйіне барадық, демалуға. Ертең аңғанмен сағат Өзбекстан уақыт 4-тен, біздің уақыт сағат 5-те Самарқандқа шығамыз алға. Фотоға түсірді. Кешегіде демалып, сосын кешке жолмын. Тауға барып демаламыз. Жол керек. Жалпы бір айтып кететін жайт, яқта байқадым, газбен көп жүреді екен Гүлістанда, немесе Өзбекстанда көп жүреді. Метан, е? Газ метан. Газбен көп жүреді. КамАЗ автобустарын газбен жүреді екен. Білмейді екен. Біз өзіміз қараса, газы көбіміз қолданбаймыз ғой. Кеше бар ғой, Ташкентке 1000 теңгелік бензинмен бардық та, 1000 теңгелікпен қайт. 1000 теңгелікпен қайт. 2000 теңгелікпен полностью жүріп қайттық. Гүлістаннан 100 километр ма? И то біз неден? Нет, Ташкентке бардық қой кеше. Сол 22 000 сом, 1000 теңгемен біз бақытқа келдік. Гүлістаннан аса. Бала Ташкентке айналдық қабершеде еще кішкене құйып келдік қой. 1000 теңгемен. 1,5 теңгемен көрекше. Ташкентке барып демалып келдік қой. Жалпы 1,5 теңгемен бензин, газға айналып келдік қой Ташкентке барып. Ташкенттен біз неқті Бақыт деген қаладан Ташкентке барып келдік. 1000 теңге жетті сол газ. Жалпы сол тағы бір айтатын нәрсе не бар Ташкент? Қарын қойдық. Жалпы Ташкент құлпырып кеткен, мен алдын 3 жыл бұрын келген болатын. Өйткені зданиялар салынып құлпырып жатыр, жақсы өте қарқынды дамып жатыр. Жалпы сол тағы бір қызықтар болса сізге осы жерде бөлісетін боламын видеода. Көрекше, азыншы демалып жатырық. Кешегі күн кәдімгі кинодағыдай болды ғой, бірақ. И то біз қатты қытпағанда 6 жылдың сонында кетті ғой, брат. 6 жылдың сонында кетті. Жақсы. Бүгін 3-ші күн, таңғы сағат 4:30. Самарқандқа бара жатырмыз. Неге екенбіз? Неге бар, күтіп отырып, ұйықтап қалған, настроение жоқ көреді. Ұйық уақытта. 4-те деген сағат қанша? 4:30 болды. Өзбекстанды көреді. Күтіп отырып, бойында Самарқандқа кетпей қашты. Так, жалпы бір қызық болып тұр. Өзбекстан ресторандарын осындай нан қойып қояды. Нан заказ берген жоқпыз біз. Қазір беремін.
нан қойып қояды. Яғни егер нан жесек, үссек, біз жалпы біздің баға счетқа қосып қояды. Сонымен қатар бұған қосып наннан бөлек кола, сулар қойып қояды. Сондай қызық болады. Яғни жалпы осындай самсыз заказ бердік. Арчатлардан өзін отырып еді. Вот Самарқандқа келіп едік. Акансың Бекстанның несіне азаматтарына 5.000 сом екен, ал қазақтарға 50.000 сом екен. Барып кіріп ниет ету. Сол кірмей қайтып барадыр. Просто назло ма? Назло ғой, болды. Негізі баста бізге айтқан болатын. Льгота бар деп ше, туристерға арзан болады деп, меселерден қарағанда. Ал неяқта қанша несе қымбат өзі? Жалпы теңгемен қылатын болсақ, жергілікті тұрғындарға 200 теңге, ал бізге туристерге 2000 теңге ғой. Жалпы солай. Енді кішігірім Самарқанд туралы айта кетсек, не айтамыз енді? Өте әдемі қала. Өте әдемі қала. Көріп жатыр. 2750 жыл бұрын пайда болған. Мына жақ Регистан деп аталады бұл жер. Яғни медресе жақ. Көбінесе осы Өзбекстанға, осы Самарқанд, Бұхара жерге келеді. Жалпы Орта Азияда ең туристер көп баратын жер десе де болады. Самарқанд өз кезінде, яғни Нью-Йорк секілді үлкен мегаполис болған, яғни товар айналымы ретінде. Товар жағынан өте ол жақта базар, үлкен базар болған, товар оборот болған, Қытайдан жібек жолы өткен бұл жерден өте қарқынды дамыған сол кездері өз кезінде. Енді ЮНЕСКО кіріп отыр, ең ежелгі қалалардың бірі ретінде. Жалпы біз Әмір Темірге барамыз деп, күннен күйіп кеттік, шаршап. Жазай ғой қазір, шаман қаттыстық екен. Жалпы Өзбекстан туралы бір-екі қызықтар болды. Айту бойынша халықтың 2016 бастап қарқынды дамып екен Өзбекстан. Сонымен қатар қазіргі президент сақал қоюға рұқсат берді. Сондай қызықтар бар. Сонымен қандай жаңалықтар болды бізде? Өліп келедір. Акалар қашып келедір. Аяқ қол істеп атқан жоқ, енді алға қаласа қазір 10.000 теңгені ауыстырамыз, жетпей қалды ма? 10.000 теңгені ауыстырамыз да. Где-то 600.000 сом болады, барып 10.000-ға барып, бірдеңе жалдап, дем алып, ұйықтап, алла қаласа ертең аңғанда Қазақстанға қарай қоғамыз ба? Айбой! Кешім. Әлі істемедім. Жомын деген тау ғой? Не? Жомын деген тау емес па? Тау ма? Таумын деппін ғой. Демалатын жер көрейік. Демалатын жер. Таудың суы, анандай нелер, фонтандар. Қыздар деп айтпай қойма, нормально, оған. Кейін айтасың өшін? Жақсы. Базардан қайттық біз. Базардан алдық. Самарқандтан алдық. Құдай қаласа. Не деп айтамыз? Так, жалпы біз келдік қазір. Қазір ғана келдік Қазақстанға. 3 күн бүгін, как бы. 3 күн, как будто бір 2 минутта өтіп кетті ғой. Бірақ аз үшін айналып демалдық, бірақ қонақтарға барғанда кішігірім ұялып, ұйықтай алмай дұрыс. Короче, убитый в хлам болып келядырық қой, короче. Қанбай. 600 километр жол жүріп келядырық, Самарқандта келядырық қазір. Бірінші, потом Жамбылға бардық. Ол да болмады. Үлкен погодаға байланысты. Сол Аллаға шүкір жетпей аман есен кеп. Үйге барып, бір 24 сағат ұйықтайын деп тұрмыз ғой. Братуха. Қайтсен енді. Жалпы айта кететін жайып нелері, мысалы, Самарқанд нелерге бардық қой біз. Не еді біз? Мавзолей, Мавзолей. Жалпы яғни жергілікті тұрғындары мен туристерге екеулері бағалар екі түрлі, жергілікті тұрғындарға арзан болады екен. Бірінші біз барған кезде туристпіз Қазақстаннан дедік, сосын қымбат айтып жерді бізге. Қанша несе қымбат өз? Короче, сол жақта мекшылар, Өзбекстанда тұратын адамдарға 5.000 сом, а біз туристерге 50.000 сом. 12 көп. Ол 50.000 сом 2.000 теңге болады, а мекшыларға 200 теңге. Сосын бірінші біз солай кіре алмадық та 50.000 теңге қымбатсынып.
Сосын біз местныймызды өзекпіз деп. Қарақалпақ деген жоқ. Бір сұраматта ғой бізде. Сұраған жоқ. Сұраған жоқ. 5 мыңға кіріп кеттік. 5 мың сум беріп кіріп кеттік біз. 2-3 күнге де. 2-3 күнге де. Нешеу кірдік? 3-4 не кірдік қой? 2-3 кірдік, иә. Соған кіріп кеттік. Сосын интернет жайлы роуминг деген қатысаңыз болады, роуминг. Интернеттен көрсеңіз болады, роуминг деген не екені. Солай интернетке кіруге болады. Жалпы сол. Тағы қандай қызықтар болды бізде? Тағы не айтып беретін? Жалпы бізде 23 мыңға кетті. Жалпы 23 мың теңгеден. И то бізде такси бесплатный болды. Машина апарып әкелу, Ташкентке барып келу. И то Ташкентке барғанда досбалар угощать етіп, енді алаға олар кеше көрсетеміз иә, Қазақстанда қалай угощать ету керек. Иә. Әйтеуір аман екен барып келіп 40 мың теңгеден алғанбыз негізі 40 мыңдан. Содан біраз алып қойды ғой. Жақсылап демалдық достардың арқасында. И то біз Жомынға барып жатқанда тиын ауыстырайық деп едік. Жомыннан біліп алдыңдар, теңге ол жақта ауыстырмайды, өйткені 2 мың ол жақта ауыстырады. Ауыстырып жатқандар либо Сырдария, либо Ташкент, либо Самарқанд қаладан. Иә, доллармен. Доллар алыңыздар. Доллар и теңге. Жалпы сол. Құдай қаласа басқа елдерде барсақ тағы да түсіреміз осылай, иншалла. Жалпы осы, егер сұрақтарыңыз болса қойыңыздар комментарийға, қандай не керек, не нәрсеге дайын болу керек, сол сияқты толық сұрақтар жауап беруге тырысамыз. Пеки, давайте. Всем ассалаумалейкум. Бақытты болыңдар. Амандық болсын. Біз сияқты қадала елмеңдер.